Күн баршаңызға. Биыл сары өріктің, яғни абрикостың жылы деп жатыр. Қазақстанның бар өңірінде де биыл сары өрік керемет жеміс беріпті. Бүгін мен енді қысқа арнап түгел сөресінде кездесе бермейтін нектар шырын жаптым. Видеоның соңына дейін көріп, ұнап жатса сіздер де осылай жасап алыңыздар. Өрігіміздің осындай әбден піскен, уыз піскен түрінен аламыз. Шала піскен алмаймыз. Өрігімді жақсылап 2-3 мәрте салқын сумен жуып алдым. Енді ортасындағы сүйегін алып тастап, қайнататын ыдысымызға сала береміз. Өрігімізді сүйегінен тазалап алдық. Ыдысымызға салып, енді үстіне су құямыз. Бұл жерде суды құйғанда сіз енді шырынды қаншалықты сұйық болғанын қалайсыз, соны есептеп құясыз. Мен орташа сұйықтықта жасайтын болғандықтан әрбір келісіне өрігіміздің 2 литрден су құйдым. Қайнау барысында судың да мөлшері азаяды. Міне осылай отқа қойып өрігімізді қайнатамыз. Осындай езіліп қайнау керек. Егерде шырыныңыздың қою болғанын қаласаңыз, онда суды азырақ мөлшерде құясыз. Неке осылай түбі жабыс қалмайтындай етіп 5-6 минут қана өрігімізді қайнатып аламыз. Көбігін алып тастаудың әзірше қажеті жоқ. Осылай қайнатып алғаннан кейін кішкене суытып қоямыз. Өрігімізді сәл-пәл суытып алғаннан кейін осылай тек қана өріктің көзін сүзіп алып, ұсақтағышқа не болмаса блендерменен езіп аламыз. Ағаштан өткізіп алдық. Енді ыдысымыздың үстіне ситамызды қойып, таза шырынын айырып аламыз. Ожауменен кішкене жаншып, осылай ситамыздан өткізіп аламыз, яғни таза шырынын айырып аламыз. Ситамыздың бетіне тек қана ұсақ-ұсақ ет қабықтарыменен талшықтар ғана қалады. Неге осылай айырып аламыз. Неге айырып алдық. Мына таза табиғи шырынымыз. Өте қатты қою да емес, өте қатты сұйық та емес. Осылай енді орташа сұйықтықта шықты. Енді отқа қоймас бұрын қантын, балын қосамын. Тек қана қанттың ғана өзін қосып қайнатуға да болады. Бірақ та мен барынша балдар ішетін болғандықтан пайдалырақ болсын деп 2 ас қашық толық таза табиғи балдан салдым. Және қантын салдым. Ал қантты енді өздеріңіз қалай тәтті болғанын қалайсыздар, солай сала беріңіздер. Бұның бұл жерде қатып қалған ешқандай қанттың грамы жоқ. Өздеріңіз енді қарап тұрып, дәмін көріп, қантын қоса беріңіздер. Ал мен өзімнің қанша қосқанымды описание бөлімінде жазып кетемін. Осылай салып, қантын, балын салып, кішкене балын езіп араластырып алып, отқа қоямыз. Шырынымызды отқа қойып қайнатамыз.
Қайнаған кезде осындай бетіне көбігі шығады. Осылай сүзіп алып тастаймыз. Ұзақ қайнатудың қажеті жоқ. Бір 5-6 минут қана қайнатсаңыздар, сол жеткілікті. Шырынымыз қайнап болды. Енді алдын ала дайындап қойған банкілерімізге осылай құйып шығамыз. Банкаларды да алдын ала стерилдеудің де қажеті жоқ. Мен бар болған банкілерімді жақсылап жуып алғаннан кейін күннің көзіне кептіріп, құятын кезде банкаларымды ішке әкеліп, қайнаған су құйып, алдын ала қайнатып қойған қақпақтарын жауып қойып қоямын. Тек қана құятын кезде ғана ішіндегі суын шайқап төгіп тастаймын. Осыдан кейін енді ішіне шырынымды құйып, станокпенен бекіте беремін. Егер де өзіңіз күмәнданатын болсаңыз, онда өзіңіздің бұрынғы жасап жүрген жолыңызбенен банкаларыңызды стерилдеп алыңыздар. Мінекей осылай станокпен бекітіп, дұрыс жабылған, жабылмаған, осылай айналдырып, стол үстінде тексеріп алғаннан кейін ыңғайлы жерге апарып төңкеріп, үстін жылы жауып қоямын. Әбден суығанша 2-3 күнге қойып қоямын. Өздеріңіз көріп отырғандай, рецепті өте жеңіл, оңай. Бәрінен де бұрын қыстың күні енді балдарыңыз рахаттанып ішетін табиғи сусын. Түкін сөресінде әрине бұндай шырынды сатып ала алмайсыз. Жаздың әрбір күні қымбат, сондықтан да осылай жасап алыңыздар. Қыстың күні әрине алдыңыздан осылай табиғи шырын дайын тұрады. Мінекей табиғи шырынымызды жасап алдық. Өте қатты сұйықта емес, қоюда емес, біркелкі өзімізге ұнайтын сұйықтықта жасадым. Видео көңілдеріңізден шығып жатса, лүпілдеріңізді де баса кетіңіздер. Тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңыраушаны ұмытпай баса кетіңіздер. Алдағы уақытта осы арнамда әртүрлі банкаларына жабу жолменен бөлісетін боламын. Шырынымыз енді ерекше тәтті болып шыққан, әрі иісі де қош иісті керемет болған. Дәл осы рецептімен дайындаңыздар. Өте керемет, енді балаға да үлкенге де ұнайтын тәтті болып шыққан екен. Келесі менің видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық.
Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерменен құрамы тек қана 3 ағзаттан тұратын осындай алтын түстес тосаптың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Атылмайтын, бұзылмайтын, мұздатқышта осындай контейнерлерге құйып сақталатын тосаптың жасалу жолы сізді қызықтырса, видеоны соңына дейін қарап, видео көңілдеріңізден шығып жатса, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Сонымен бірге қазақ тілді контенттің дамуына үлесіңізді қосып, жанында қоңырау шанында баса кетсеңіз, алдағы уақытта осы арнамда неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сол кезде менің жаңадан шығатын видео рецептілерім сізге хабарлама түрінде барып тұратын болады. Сондықтан да ұмытпай тұрып қоңырау шанында баса кетіңіз, еш өкінбейтін боласыз. Тосабымыздың ең басты бөлігін осындай сары өріктен тұрады. Сары өріктің осындай майда түрінен аламын. Осы сары майда түрі тәттірек болады. Сонымен бірге апельсин мен лимон. Мінекей осы 3 сарыдан керемет дәмді тосап дайындайтын боламыз. Алдыменен өрігімізді 1-2 рет салқын сумен жақсылап жуып аламыз. Енді осы тазалап алған өрігімізді ортасындағы сүйегінен тазартып аламыз. Оп-оңай ажырайды. Осылай қолменен алып тастай береміз. Әбден піскен өрігіміз. Өрігімізді тазалап алдық. Енді лимонымызды ортасынан қақ бөліп, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Ортасындағы дәндерін алып тастауды ұмытпаймыз. Тосабымызды ашылып жібереді, сондықтан да осылай қолымызбен дәндерін бәрін алып тастаймыз. Осыдан кейін апельсинімізді де ортасынан бөліп, дәл лимонымыз сияқты ортасындағы дәндерін алып, бірнеше бөлшекке бөліп тастаймыз. Мясорубкадан не болмаса ұсақтағыштан өткізуге ыңғайлы етіп бөлсеңіздер болады. Енді 3 сарымызды блендерге салып, әуелі бірінші режимде, осыдан кейін екінші режимін қосып, 1 келкі масса болғанға шейін осылай айналдырып аламыз. Блендерден өткізіп алдық. Осындай күндізде сап-сары әдемі қоймалжың масса шықты. Енді осыған қалауыңызша қант саласыз, не бал саласыз. Көбісі қант салады. Қанттың мөлшерін енді өзіңіз дәмін көріп тұрып сала бересіз. Бұл жерде тосабыңыздың ашып кету қаупі жоқ. Өйткені мұздатқышта сақтаймыз. Сондықтан да тосабымыз қандай жағдай болғанда да ашымайды. Қантты да қалауыңыз бойынша салып, қант әбден ерігенше кішкене жарты сағатқа қойып қоясыз. Ал мен енді бұл жолы табиғи бал саламын, барынша пайдалы болсын деп табиғи бал салып, жарты сағат қойып, балым ерігеннен кейін осындай пластик ыдыстарға құйып алып, мұздатқыштың сөрелерінде сақтайтын боламын. Дәмі де керемет, иісі енді ас үйді алып кетті. Қыстың күні бұдан да керемет болады. Тұра-тұра әбден өзінің бойына сіңіреді. Осындай табиғи тәтті тосапты бәріңізде жасап алуларыңызға болады. Өйткені рецепті өте оңай, қолжетімді. Сонымен бірге қайнатпайсыз, ешқандай уақытыңызды алмайды. Сонымен бірге шикі тосапты ұнатпаушылар үшін дәл осы күйінде қантын салғаннан кейін отқа қойып, 5-6 минут қайнатып, одан кейін оттан алып, 5-6 сағатқа суытып алып, қайтадан тағы бір қайнатып алсаңыздар,
Сонымен бірге осындай ыдыстарға не болмаса банкілерге қойып, мұздатқышқа сақтамай-ақ кәдімгі тоңазытқыштың астыңғы бөліктерінде сақтай аласыздар. Енді керемет тосап. Сізде осылай жасап көріңіз. Ұнап жатса лайктарыңызды баса кетіңіздер. Сонымен бірге тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы арнамда алдағы уақытта көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Жіберіп алмаңыздар. Жаздың әрбір күні қысқа азық. Сондықтан да барынша ерінбей осылай жасап алуға тырысыңыздар. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Барлығыңызда да осындай қысқа дайындық басталып кеткен шығар. Мен де огородымнан шыққан қиярларымның шетінен жұлып алып, банка басуды бастадым. Белгілі бір ерекше әдіспен басып жатырмын. Сол әдісімен сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Видеоның соңына дейін қарап, қандай әдіс екенін сіздер де біле отырыңыздар. Әдеттегідей қиярымызды жинап әкелгеннен соң жақсылап жуып, салқын суға 1-2 сағатқа салып қойғанмын. Енді осылай пышақпенен екі жағын қиып алып тастап, ыдысқа салып, үстінен салқын суымызды құйып, отқа қоямын. Отқа қойғаннан кейін, қайнағаннан кейін есептейсіздер. 6-7 минут толық қиярымызды қайнатып аламыз. Мынау біздің 6-7 минут қайнаған қиярымыз, мен байқап отырсаңыздар, түрі өзгерген, сұрғылт тартқан. Енді осының үстіне салатын жапырақтарымыздың барлығын осылай салып шығамыз. Хрен жапырағын, укробымызды, смородина мен шиеміздің жапырағын барлығын осылай, тек қана сарымсағымызды ғана салмаймыз, барлығын осылай салып аламыз. Салып енді бір жарты минут не болмаса 1 минутке ғана қойып қоямыз. Енді алдын ала дайындап қойған, тазалап қойған банкілеріміздің түбіне осылай қарабұрыштан, түйір қарабұрыштан салып шығамын. Менің де түйір қарабұрыш өте майда, сондықтан да көз жобамен шай қасықпен 1-1 қасықтан салып шығамын. Ащы бұрыш саламын. Ащы бұрышта былтырдан қалған чили сорты кеуіп тұрған, осылай кептіріп банкіге салып қойған. Осыдан екеуінен банкінің түбіне 1 түйірден салып шығамын. Сарымсақтан саламын. Сарымсақтарымен үлкен бірнеше бөлікке бөліп саламын. Осылай банкіміздің түбіне 3-4 түйірден саламын. Енді көкшөптерімізді салып шығамыз. Шанышқымен, не болмаса мен сияқты осылай барынша біркелкі етіп, хренімізді де, укробымызды да, лавр жапырағын да, басқа да жапырақтарымызды теңдей етіп, банкілеріміздің түбіне салып аламыз. Енді қиярымызды салып шығамыз. Тігінен осылай барынша сыйымды етіп салып аламыз. Екі банкімізге де теңдей етіп саламыз. Қиярымызды банкімізге салып алдық. Мынау біздің қиярымыз қайнаған суымыз. Түсі жап-жасыл. Енді бұл су бізге керек емес, төгіп тастаймын. Басқа суды қайнатып қойғанмын. Енді банкідегі қиярымыздың үстінен 2-3 түйірден сыйғанынша қызанақ салып шығамын. Қалған сарымсағымды да турап салып жіберемін. Енді үстіне әр литріне 1-1 ас қасық есеппенен 1-1 ас қасық. Сонда 2 литрге 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант саламын. Қайнап тұрған суымызды құйып, 2 шай қасық сірке суын құйып, банкімізді аузын бұрап бекітемін.
Банкаларымыздың аузын бекітіп, осылай ары бері аунатып, ыңғайлы жерге апарып, әбден суығанша жылы жауып қойдым. Бұл видеоны да мен бірден салған жоқпын. Әуелі нәтижесін бір апта күтейін деген ниетпен бүгін салып отырмын. Бұрынғыдай емес, жұмысымыз жеңілдеді. Бұрынғыдай қайнаған суды құйып, оны қайтадан төгіп әуре болмаймыз. Оп-оңай ғана жауып алдық. Мен әдейі өзім 2 түйір ғана банка бастым. Өзім көзімді жеткізу үшін. Видео ұнаса, қыздар, лайк баса кетіңіздер, тіркелмегендеріңіз тіркеліңіздер. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде ең қарапайым дайындалатын круассанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Круассандарымыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шыққан. Дәл осы рецептімен дайындасаңыздар, сіздерде де осындай круассандар шығады. Осы видео рецепті көңілдеріңізден шықса, видеоның соңында лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды қалдыра кетіңіздер. Ал тіркелмегендеріңіз болса, алдағы уақытта мен жаңадан шығатын рецепттерімді жіберіп алмас үшін жанында қоңыраушаны да ұмытпай баса кетіңіздер. Круассандарымыздың жұмсақ болып шығу қамырына байланысты. Алдыменен қамырымызды елемес бұрын аштығымызды дайындап аламыз. Дәл осылай ашытып еленген қамырымыз әдемі көтеріледі. Алдыменен ыдысымызға бөлме температурасындағы жылы суымызды құямыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Жылы сүтімізді құямыз. Сүтпенен суымыздың екеуін бірдей мөлшерде аламыз. Сүттен кейін қантымызды саламыз. Қантымыз ергенше тағы да венчикпенен араластырып аламыз. Сүтіміз бен суымыздың үстіне құрғақ ашытқымызды саламыз. Ашытқымыз әбден ергенше венчикпенен жақсылап араластырып аламыз. Екі ас қасық иіссіз сұйық майымызды құямыз. Екі жұмыртқа пайдаланамыз. Бір жұмыртқамызды жарып, сарысын круассандарымыздың бетіне жағуға алып қаламыз. Ағын ғана құямыз. Ал екінші жұмыртқамызды бүтіндей салып, венчикпенен жақсылап араластырамыз. Ашытқымыздың бетін осындай пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Ашытқымыз дайын болды. Қамырымызды осындай жақсы көтерілген ашытқымен илейміз. Қамыр илейтін ұнымызды алдын ала өлшеп, бір рет ситадан өткізіп қойғанмын. Енді екінші мәрте тағы да ашытқымыздың үстіне осылай ситадан өткізіп саламыз. Барлығын бірден салмай, біртіндеп салып отырып, қамырымызды илейміз. Қамырымыздың басы біріккен кезде соңғы ұнымызды салып, енді қолымызбенен 6 минуттай қамырымыз әбден біріккенше осылай илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық. Қамырымыз жұмсақ әрі осындай жылтыр болып шығу керек. Қамырымыздың бетін жауып, көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды 2 рет қайтарып илеп, басып қоямыз. 3-ші рет көтерілген кезде круассандарымызды дайындаймыз. Қамырымыз 3-ші рет көтерілді. Осындай болып көтерілу керек. Қамырымызды енді столдың үстіне кішкене ұн сеуіп, илеп аламыз. Алдымен 2-ге бөліп, тағы да бірнеше бөліктерге бөлеміз. 10, не болмаса 12
күлше шығу керек. Күлшелеп алған қамырларымызды кеуіп қалмас үшін үстіне осындай сүлгімен жауып, шетінен алып отырып, оқтауменен жайып аламыз. Жайып алған қамырларымызды өте қатты жұқа қылмай, 3 мм шамасындай қалыңдықта жайып аламыз. Жайып алған қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін ортасына ұн сеуіп қоямыз. Күлшелеріміздің барлығын жайып алдық. Енді бөлме температурасында жылып тұрған сары майымыздан 1 шай қасық толмаған сары май салып, тегістеп жағып шығамыз. Екінші күлшемізді осы күлшеміздің бетіне беттестіріп жайып саламыз. Оның да бетіне тағы да осындай сары май салып жағып шығамыз. Тек ең соңғы күлшеміздің бетіне ғана сары майымызды жақпаймыз. Круассандарыңыздың өте үлкен болғанын қаласаңыздар, 12 күлшелеріңізді осылай бірден жасайсыздар. Ал егер мен сияқты өте үлкенін қаламасаңыздар, алтау-алтаудан бөліп жасайсыздар. Күлшелерімді 6-6-дан 2-ке бөліп алдым. Барлығының арасына май жақшыдым. Тек соңғы бетіне ғана май жақпаймыз. Арасы осындай болып шығады. Екінші бөлігін кеуіп қалмас үшін бетіне сүлгі жауып алып қоямыз. Мына күлшеміздің бетіне кішкене ұн сеуіп, оқтауменен жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Пышақпенен 4-ке бөліп аламыз. Әр бөлген бөлігімізді бірнеше бөлшекке бөлеміз. Ораған кезде көлемді болып шығу үшін шетін осылай пышақпенен кертіп, кесіп шығамыз. Салмасына өздеріңіз қалаған тосап болсын, вареный сгущенка болсын сала бересіздер. Қалауларыңызға байланысты. Мен шоколад салып жатырмын. Бүктеген кезде осылай салып, қолымызбен шиыршықтап, созып отырып ораймыз. Дайын болған круассандарымызды противенге арасын жиылмай осылай дізіп саламыз. Бетін салафанмен жауып, көтерілуге 6-7 минутке қойып қоямыз. Екінші күлшемізді де дәл осылай дайындап аламыз. Круассандарымыздың бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, қызып тұрған духовкамызға саламыз. Круассандарымыздың ортасы да қатпарлы әрі жұмсақ болып шыққан. Дәл осы рецептпен дайындаңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қысқа сақтайтын аджиканың рецептімен бөлісетін боламын. Әрі тәтті, әрі қышқыл осындай аджиканы менімен бірге жасаңыздар. Аджикамызды дайындау үшін бізге керегі қызанақ, тәтті қызыл бұрыш, яғни болгар бұрышы, сарымсақ, ащы бұрыш, тұз, қант, сірке суы, кориандр. Осылардан аджикамызды дайындайтын боламыз. Алдымен тазалап дайындап қойған сарымсағымыз бен ащы бұрышымызды бірінші кезекте өткізіп аламыз ет тартқыштан. Сосын барып қызанақпенен болгар бұрышымызды өткізіп алып, болгар бұрышыменен қызанағымызды қазанға құйып отқа қоямыз.
Қыздар, барынша мүмкіншілік болса, осындай шойын қазанға дайындаңыздар. Алюмин қазанды пайдаланбай қойсаңыздар жақсы болады. Өйткені қайнаған кезде түбіне отырады, мына массашы, отырған кезде түбі жабысып қалады. Сондықтан да шойын қазанды пайдалануға тырысыңыздар. Қазанымыз 10 минут қайнағаннан кейін, 10 минуттен соң ет тартқыштан өткізген ащы борщымызбенен сарымсағымызды салып 5 минут қайнатып аламыз. 5 минуттен кейін тұзын, қантын саламыз. Енді қайнап жатқан қазанымызға 3 ас қасық тұз саламыз. 6 ас қасық толмаған қант салып араластырып 5 минут қайнатамыз. Енді қазанымызға 3 ас қасық кориандр саламыз. 3 шай қасық сірке суын құйып 5 минут қайнатып ала беруімізге болады оттан. Неге аджикамыз дайын болды. Енді таза банкілерімізге аджикамызды құйып аузын бекітеміз. Менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, қажеттеріңізге жарап жатса, лайк
басып комментарий қалдырыңыздар. Тіркелмесеңіздер, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдыңғы уақытта шығатын менің видеоларымды бірінші болып сіз көретін боласыз. Мінекей аджикамызды дайындап болдық. Міне қазанымыздың түбін көрсеңіздер, осындай шойын қазанға дайындаңыздар дегім айтпағым осы еді сіздерге. Алюмин кастрюль немесе эмаль кастрюльге дайындамай, осы шойын қазанға дайындаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.
Қайырлы күн, қымбатты оқырмандарым. Бүгін қыстың қамыменен осындай аджика дайындадым. Яғни қысқа арналған ерекше бір аджика дайындадым. Менің лентамда бұрыннан да аджикалардың рецептілер бар, бірақ бұл рецепті бөлек бүгін. Дәмі өткірлігімен бірге дәмінде де біраз айырмашылық бар. Егер де видео рецепті қызықтырса, соңына дейін қарап, жай ғана қарамай, дәл осы рецептімен жасап көріңіз. Өзгешелігін байқайсыз. Осындай қою болып шықты. Керемет балықпен де үйлеседі, етпен де үйлеседі. Сонымен бірге қыстың күні тұмауратқан кезде осыдан бір шай қасын сорпаңызға салсаңыз, теріңізді бұрқ еткізетін енді ерекше аджика шықты. Жасап көріңіз, ойланбаңыз. Аджикамызды дайындау үшін бізге керек болады қызанақ, болгар бұрышы, қызыл ащы бұрыш, сонымен бірге дунган бұрышын алдық. Сарымсақ аламыз. Ет тартқыштан не болмаса ұсақтағыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін алдыменен қызанағымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Болгар бұрышымызды да ортасынан бөліп, ішіндегі дәнінен тазартып, қызанағымызды бөлшектегенде етіп, бөлшектеп аламыз. Жартылай ащы дунган бұрышымызды да ортасынан бөліп, дәнінен тазалап, бөлшектеп аламыз. Аджикамызға осы дунган бұрыштары ерекше дәм береді. Ащы бұрышпенен сарымсағымызды тазалап аламыз. Ащы бұрышымыздың ішінде 3-4-еуін дәніменен қалдырамыз. Бұрыштарымыз ащы, сондықтан да қолғап киюді ұмытпаңыздар. Енді барлығын рет-ретіменен блендерден өткізіп аламыз. Алдыменен қызанақтарымызды өткізіп аламыз. Қызанақтан кейін ащы бұрышымызбенен сарымсағымызды өткізіп аламыз. Қазанымызды отқа қойып, алдыменен қазанымызға қызанағымызды саламыз, тартылған. Осыдан кейін үстіне болгар бұрышымызды саламыз. Орта отта 10 минуттай қайнатамыз. Қызыл ащы бұрышымызбен сарымсағымызды салып араластырамыз. Қайнаған кезде түбіне жабысып қалмас үшін осылай әлсін араластырып тұрамыз. Қазанымызға 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант саламыз. Араластырып дәмін көреміз. Қайсы жетіспейді, соны жетістіріп саламыз. Қазанымызға иіссіз сұйық майымызды құямыз. Араластырып, астындағы отын басып, 10 минут тағы да қайнатамыз. Қазанымыз қайнай берсін. Осы уақыт аралығында кинзамызды майдалап турап аламыз. Қайнап жатқан қазанымызға толық бір ас қасық кориандр салдым. 1 ас қасық толар толмас хмели сунели дәмдеуішін салдым. Араластырып дәмін көреміз. Осы 2 дәмдеуіштің қайсысын өзіңіз жақсы көресіз, сол дәмдеуіштен 1 ас қасығын артығымен салыңыз. Араластырып, тағы да дәмін көріңіз. Дәмдеуішімізді салғаннан кейін қазанымызды тағы да 1-2 минут қайнатамыз. 1-2 минуттан соң турап қойған кинзамызды саламыз. Араластырып тағы да 1-2 минуттай қайнатамыз.
1-2 минут қазанымыз қайнады. Енді үстіне сірке суын құямыз. Менде 70% сірке суы. Біраз қасығын құйдым. Егер сіздерде 6% сірке суы болса, 70 мл құйсаңыздар, сол жеткілікті болады. Қазанымызды осылай араластырып тұрып, 2-3 минут қайнатамыз. Иісі бұрқыраған, дәмі өзгеше аджикамыз дайын болды. Осы рецепті мен сізде дайындап көріңіз, сізге ұнайды деп ойлаймын. Иісі де өзгеше, дәмі де өзгеше болып шықты. Бұрынғы жасап жүрген аджикамызбен бірдей жасалу жолы, ал дәмінде өзгешелік бар. Жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Келесі менің видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық.